өзіме базовый осындай әдемі серый цветте көйлек алдым, ұзын. Сосын мынандай көйлек. Алла қаласа босанып болғаннан кейін киемін, материалы күшті екен. Кейін тұрады. Сосын мынандай муслимовый. Качествосы енді күшті. Жерде замогымен. Сосын мынандай турецкий накидкасымен. Пенуар алдым. İçinde мынандай кофточкасы бар. Түймесімен. Материал күшті екен бірақ. Бұның да жақсысын алдым. Белдігі мынау шалбары. Красота. Ит көйлек. Материал әдемісін алдым. Сосын жұқалау одеял. Бупеге. Мінекей. Сақалында енді. Ау жан. Кел ау. Так, и мынандай пеленка. Пеленкалар бар. Тағы да алсадым. Осындай екі пеленка. Шалбарлар. Ползункидің сыртынан киетін. Мінекей. Мындай түрінен алдым. Балаға шапкасы. Іште батпайды әдем. Вот. И мынандай ползунки. Кофточкасымен. Мынандай жилетка. Әдемі ползунки. Үстінде кофточкасымен. Осындай бодилар алдым. Жақсы көремін осындай бодиларды. Ішін тауып тұрады, материал күшті екен. Мынандай түсінен. И сосын мынандай боди. Вот. Мынандай двойка. Әдемі носкилер қалың. Короче, мына көрпенің несі екен. Екеуі салдым Сабыржан мен Марғуанға. Андай жұқа көрпе. На лето. Күшті. Şimdi просто былай. Хлопок. Материал күшті екен. Выпискаға осындай әдемі баланы орап шығаратын алдым. Қараңыздар, қандай күшті материалы. Материал жақсысын алдым. Мұны ішінде бір бодимен. Ішін қараңыздар. Мұны материал. Мұны ішінде боди. Красота.